Время 2 часа 11 минут. В данное время ресторан «Джем». Мобиль топ карантиндік шектеулерді бұзған «Джем» караокесін анықтады. Мекеме белгіленген жұмыс режимін сақтамаған. Рейдтік іс-шара кезінде өзін агрессивті ұстаған мекеме иесі есіктерді іштен жауып, бақылау тобының мүшелерін шығарудан бас тартты. Содан кейін арнайы мамандар ғимараттың есіктерін ашып, ол жерде 57 келушінің жертөледе және гаражда жасырынғанын анықтады. Қарағанды облысында мобиль топтардың күшімен бақылау жұмыстары күшейтілген режимде жүзеге асып келеді. Жыл басынан бері мобиль топтар 10.978 нысанды тексеріп, карантиндік шектеулерге сай 429 заң бұзушылық тіркеген. Данное заведение по проспекту Нұркен. Дәл қазір біз тұрған Нұркен Әбдіров 9 мекен жайында, яғни Мята мекемесінде карантин талаптарын бұзу анықталды. Бұл жерде түнгі сағат 22:00-ден кейін 30-ға жуық адам бар анықталды. Қазір арнайы мамандар келіп түсіндіру шараларын жүргізеді. Келушілерге 30 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Сондай-ақ өткен демалыс күндері жұмыс режимін сақтамаған бірқатар мекемелер анықталды. Олар Тууместа мейрамханасы, Жаным Сол караокесі, Тұман Кальян бары. Осыған байланысты аталған мекемелерге сондай-ақ барлық келушілерге айыппұл түріндегі әкімшілік жауапкершілік жүктелді. Қарағанды облысының бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің 19 қаңтардағы қаулысымен облыс тұрғындарына рұқсат етілмеген қызмет түрі бар объектілерге баруға, сондай-ақ жабылғаннан кейін қолданыстағы объектілерді болуға тыйым салынғанын еске саламыз.